Не бүлдірдім мен, не бүлдірдім? Тағы бір нәрсе деп кет, тамам деп та? Жоқ, соның алды кішкене. Не бүлдірдім? Қоштасатын кез келді. Хан? Мұнда не істеп жүрсің? Андағы не? Жасырын істейін деп ем. Нені? Ұзақ әңгіме. Жарайды. Енді сен бөтен емессің ғой. Бұл әпкемнің заттары. Соларды аз-аздан тастап жүрмін. Әпкеңнің киімдері, деп қалдым. Әпкеңнің киімдерін тастап жүрсің бе? Неге? Өйткені бәрі өте ескі. Апама тиесілі заттар. Оның сондай әдеті бар. Апамның өлімін қабылдай алмады. Үнемі аза тұту деп ойла. Дәрігер осындай кеңес берді. Егер ол тастай алмаса, сіз білдірмей аз-аздан тастаңыз деді. Егер көз алдында тұрмаса, уақыт өте заттар азайған сайын ұмытады деді. Осындай уақытта ма? Әрине. Тек ол ұйықтап жатқанда. Әйтпесе бөлмесіне қалай кірем? Мыналарды тастап жатқанды көрсе, ақыр заман төндіреді. Негізі тым ескі көрінбейді. Әкеш көрейін, қазір ретро стилі сәнде ғой. Жоқ, Есра, бұларды тастауым керек. Басқа біреудің үстінен көрмеуі тиіс. Айтқанымдай, мақсатым оған өткенді ұмыттыру. Түсіндім. Жарайды, мені қойшы. Өзің далада не істеп жүрсің? Бұл жер мұндай уақытта қауіпсіз емес. Оны байқадым. Сені костюм шалбардан бөлек басқа стильде көрген өте қызық екен. Байқап қалдым. Деп қояды. Алдын алдым дейді. Сені костюм шалбардан бөлек басқа стильде көрген өте қызық екен. Алдын алдым. Әпкеме ұсталып қалмас үшін. Жайшылық па? Сен мені кәдімгідей тергеп тұрсың ғой, а? О не дегенің? Жоқ, мен бар болғаны түсінуге тырысып тұрмын. Өзің ойлашы, түннің бір уағында қолыңа әйелдің киімдерін ұстап, осында тұрғаныңды көру бір түрлі екен. Қызық, иә? Себебін жаңа ғана түсіндірдім ғой. Әлі бір түрлі көрініп тұр ма? Кешір. Кешір. Сен шаруаңды істей бер. Саған бөгет жасамай. Енже бұл туралы біле ме? Әпкемнің жағдайын біледі, иә. Біз үйлендік қой. Ерлі зайыптылар бір-біріне мұндай нәрселерді аса жасырмайды. Дұрыс. Жасыруың керек нәрсе болмаса, несіне жасырасың? Созайыншы.
Жасыруың керек нәрсе болмаса, несіне жасырасың? Онсыз да. Солай емес пе? Қайда барасың? Қаласаң жеткізіп салайын. Жаяу жүрме. Жоқ, мен үйге барам. Bir қиындығың болса көмектесейін. Бір досыммен аздап ренжісіп қалдық. Ештеңе етпейді, ертеңірек. Ол досың басында жүн үйтеді ғой. Күн үйт. Ол досың жүн үйтпе? Еще раз. Ол досың жүн үйтпе? Жүнек екеуміздің арамызда сен ойлағанда ештеңе жоқ. Әрине, маған қатысы жоқ. Главный сөз айтайын. Қайтадан беремін. Жүнек екеуміздің арамызда сен ойлағанда ештеңе жоқ, бәрі бітті. Әрине, маған қатысы жоқ. Бірақ мұндай жағдайда Есаттың басы қатады ғой. Қандай жағдайда? Сен бұл достық мәселесіне қатысты нақты ештеңе айтпадың ғой. Есат та досың. Солай емес пе? Және Жүнейт те досың. Өте дұрыс айтасың. Бірақ өкінішке қарай, саған еш қатысы жоқ. Қатты әуестенген жақсы емес дейсің ғой. Жоқ, оны сен айтып тұрсың. Жарайды, мен кетейін. Онсыз да кеш болып кетті. Егер шаруаң бітсе, қаласаң, бірге кетейік. Жоқ. Тастайтын заттарым бар. Соны істейін. Онда ұсталып қалмассың деп үміттенемін. Яғни әпкене. Рахмет. Хан? Ақмарал, мына қызбен кездесіп еді? Қандай қызбен? Жаңа Жайланмен кездесіп, жоғарыдағы неге апарыпты? О чем мы не знаем? Білесің ба, сен оқыдың ғой? Не знаю. Кездестің ба, Мирас? Жоқ, бұның алдында хан бар, ханның сөзі бар. Кездесіп едің, Мирас? Айтпаймын оны, құпия. Бәледен басқа түктемессің, Жайлан дейді. Бәледен басқа түктемессің, Жайлан. Жарты сағат өтті ғой, қарындас. Кетіп құла жаздадым. Жарайды, айтқа берме ағасы. Кешірім өтінемін, біз келген жерімізге қайта барамыз. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қалай, жақсы ұйықтадың ба? Оянбай ұйықтадым. Жақсы, өте жақсы. Сен ше? Мен онша ұйықтай алмадым, яғни ұйқым келмеді. Ерте тұрдым. Әйелімнің күні осылай керемет басталсын дедім. Круассанды жақсы көресің бе? Өзім білем. Круассанды... Бағана нормально айтып едім ғой. Давай кеттік. Круассанды жақсы көресің бе? Жақсы көрем. Неге ұйқым келмеді? Әлі сен алмағаным үшін шығар. Неге? Осында, осы үйде бірге тұратынымызға. Кінәлі сияқты ешкімнен қашпай, бірге ұйықтап оянатынымызға. Онсыз да саған қарап отыру түс сияқты. Адамның ұйықтағысы келмейді. Жұмыртқа жоқ қой әрине. Солай ма?
Қайтсек екен, осында серуенге арналған себет алсақ екен. Шынымен таңға ішуге рұқсат па? Сұрадың ба? Егер ол жұмыртқаларды Егер ол жұмыртқаларды 4 реттен сабындап жумасаң, мүмкін емес. Ол серуенге арналған себетпен төбемізді қояды. Вот так вот. Қояды. Иә. Ол давай. Ол серуенге арналған себетпен төбемізді қояды. Инжи, Айта бер. саған түнде... Давай. Анау құтырды келесі ғой. Саған түнге қатысты бірден айтуым керек. Қайтадан жауаслайыншы дұрыстап. Саған түнге қатысты бірден айтуым керек.